Сәлем достар, сіздермен бірге жалпы тәжірибелік дәрігер Нұрманова Асия. Бүгін біз сіздермен жөтел тақырыбын талқылайтын боламыз. Көптеген біздің балаларымыз, көптеген таныстарымыз жөтеліп қалдым. Жөтелді қалай емдеймін деп жатады, Жөтелді қалай емдейді? Біз жөтелді емдемейміз, жөтелді туындатқан себепті емдейміз. Яғни этиологиясын емдейміз. Потому что жөтел біздің нағыз досымыз. Яғни жөтел біздің қорғаныш механизміміз. Мәселен, сіз түшкірген кезде сіз мұрныңыздағы неше түрлі инфекцияларды сыртқа шығарасыз. Сол сияқты жөтелген кезде сіз трахеядағы, бронхтағы инфекцияларды, микроорганизмдерді сыртқа қарай шығарасыз. Яғни өкпені, өзіңіздің трахея, бронхтарыңызды тазартасыз. Егер де сіздің жөтеліңізді аллерген тудырған болса, онда сіз аллергияны емдейсіз, Яғни аллергенді алшақтатасыз біріншіден, мысалы шаң болсын, бір иіс болсын, шөп болсын, содан біріншіден алшақтайсыз аллергеннен, одан кейін барып аллергияға қарсы ем жүргізесіз. Егер жөтелді бактерия туындыратын болса, онда антибактериальный терапия, антибиотик қолданамыз. Егер бактерия туындатса. Ал егер жөтелді вирус туындатқан жағдайда ешқандай ем қолданбаймыз. Не үшін? Өйткені вирус туындатқан жағдайда біздің организміміз өз-өзімен күресуі қажет. Яғни бұл кезде бізге иммунитет қалыптасып, противовирусный иммунитет қалыптасып, одан кейін антитела құру қажет. Жөтелді біз бірінші талқылап алуымыз керек. Яғни жөтел дегеніміз ол ылғалды және де құрғақ болып келеді. Яғни влажный и сухой. Сізді врачқа барған кезде сізден сұрайды, балам жөтеліп жүр деп айтасыз, Сол кезде сұрайды, влажный ма или сухой ма дейді. Сол кезде түсінбей қалмаңыз. Сіз грамотно болуыңыз қажет, Тем более қазір 21 ғасыр. Сізден сұраған кезде сіз айтасыз, егер бала жөтелген кезде мына жақтан қақырық шығып тұрса, қақырығын шығара алмай тұрса, қақырықты естіп тұрсаңыз, значит бұл влажный. Ал егер тек қана жөтел алса, деп жөтелетін болса, ар жағында қақырық болмаса, онда ол сухой кашель деп аталады, Жөтел арқылы біз тыныс жолдарын тазартамыз дедік, яғни трахеяны, бронхты тазартамыз, Енді қараңыз, сіз тазартқан жағдайда сіз жөтелесіз, жөтелген кезде қақырық шығады, қақырықты түкіресіз, Бұны сіз істей аласыз, бірақ бала істей алмайды. Немесе қою қақырық болған жағдайда сіз оны шығара алмайсыз. Жөтелсеңіз де ол озылып шығып болмайды. Ондай жағдайда не істейміз? Бұл жағдайда балаңыз болсын, үлкен адам болсын, көп мөлшерде су береміз. Су қақырықты жібітеді. Одан кейін бөлменің іші, үйдің іші влажный болу керек. Яғни ылғалды болу керек. Егер бөлменің іші қапырық болып жатса, онда қақырық сізде шықпайды. Мысалға, сіз баняға барған кезде, аңғарасыз, оның іші влажный, баняның іші. Ол кезде сізде мұрныңыз ауырып барған кезде, мұрныңыз, тамағыңыз бәрі жібіп, күшті болып қалдым дейсіз, бүкіл ауруым шыққан сияқты деп. Потому что ол жерде влажность өте жоғары болғасын, сізде трахеяларыңыз, бронхтарыңыз босап, жеңілдеп қаласыз. Ал үйге келіп, үйдің іші қапырық, тем более үлкен адамдар айтады, есікті ашпа, терезені жап, салқын тиеді бала, одан сайын ауырады дейді. Бала бәрін жауып тастасаңыз, сізге аурудың көкесі болады. Ауру басталды ма, терезені ашамыз, бөлмені желдетеміз, есіктерді ашамыз. Баланы болсын, өзіңіз болсын, сыртқа шығып, прогулкаға шығып қайтамыз бір мезгіл. Ауырып жатырым деп бүркеніп жата берсеңіз, сол бактериялар сіздің айналаңызда жүреді. Вирус болсын, бактерия болсын. Жөтелген кезде, бізде ылғалды жөтел болған кезде, бұл қақырықтың шығуына екі фактор әсер етеді. Біріншісі, бұл бізде жөтелдің күші. Яғни 2 жасқа дейінгі балдардың жөтелдің күші өте слабый болады. 2 жастан жайлап бастап жөтелдің күші қарқынды болады. Мысалға, біз жөтелген кезде қақырықты шығара аламыз, Ал кішкентай балдар болса, олардың бұлшықеттері слабый болады. Олар қақырықты шығара алмайды. Сонымен қатар біз қақырықтың тұтқырлығын, жаңағы айтқан қоюлығына қараймыз, Сұйық болса, жеп жеңіл шығарамыз. Жалпы жаңағы айтқаным, қақырық жеңіл шығу үшін, қақырықты жеңілдетіп сұйылту үшін бізге тек 2 фактор ғана қажет. Біріншісі, бөлменің іші қапырық болмау керек, яғни влажный болу керек. Екіншісі, көп мөлшерде сұйықтық ішу керек.
немесе бала еметін болса баланы емізу қажет. Емізу ол вообще күшті ем болып келеді. Енді қараңыз, сіз бұны жасағыңыз келмейді, балаға дәрі бергіңіз келеді, иә? Жалпы жөтелге тек қана 2 түрлі дәрі бар. Ол қандай? Біріншісі от кашля, жөтелге қарсы, екіншісі отхаркивающий, қақырық шығаратын. Жөтелге қарсы деп отырғанымыз, ол біздің жөтелімізді келіп тоқтатып тастайды. Отключка жасап тастайды. Яғни жөтелге қарсы сироптар біздің, мен өзім үйімде вообще от кашля сироп жоқ. От кашля сироптар ол біздің миымыздағы кашлевой центрді келіп отключать етіп тастайды. Бізге ол керек па? Біз манадан айтып отырық, иә? Кашель біздің другымыз, біздің досымыз, біздің көмекшіміз. Ал бірақ неге ондай препараттар шығарады? От кашля деген неге препарат шығарады онда? Фарм компаниялар. Біз сол фарм компанияларды байытып отырмыз. Жөтеліп қалды, маған от кашля сироп беш деп аптекаға барамыз. Жөтелді біз қай уақытта өшіреміз? Жөтелді біз өшіруіміз қажет. Енді препаратты шығарып тұр бізге фарм компания. Енді біз оны пайдалану керекпіз ғой. Қай кезде? Біріншіден коклюш кезінде. Коклюш деген ауру бар, бұл кезде біздің нерв талшықтарға әсер етеді бұл жөтел. Сол үшін біз осы нерв талшықтарын отключать етуіміз қажет. Сол үшін от кашля препараттар қолданамыз. Жөтелге қарсы деп жазылып тұрады, сироптардың сыртында жөтелге қарсы деп тұрады. Сол препаратты береміз, иә? Келесі жағдай, ол жөтел дейтін прям адамды раздражать еткен кезде. Құрғақ жөтел болу керек, бірақ, иә? Кейбір адамдарда жөтел өз-өзіне тоқтамайтын болады. Сол кезде біз центрді миымыздағы отключка жасаймыз. Үшінші жағдай, ол хирургиялық манипуляциялар жасаған кезде. Яғни бронхтардың ішінде лапароскопиямен қараған жағдайлар, брахоскопиямен қараған жағдайларда осы жаңағы от кашля препараттарын қолданамыз. Яғни біз миды отключать етіп, спокойно қарауымыз қажет. Немесе операция жасауымыз қажет, иә? Мини операциялар. Енді қараңыз, жаңағы айтып кеткен бірінші коклюш, және де раздражать еткен кезде сіз қақырық жоқ екенін қарап алуыңыз керек. Егер де жөтелген кезде сізде қақырық бола тұра от кашля сироптарды қолдансаңыз, осложнениялар привет дейді сізге. Инфекционная больница есігін ашып тұрады. Не үшін? Сіз от кашля препаратты қолданып, миды отключать етіп тастадыңыз, иә? Енді қараңыз, бірақ қақырық мына жерде бар, ол шыққан жоқ. Қайқа барады? Ол отключать етілмейді ғой. Ол қайда барады? Шығарайын десе, жөтел жоқ. Қайқа барады? Өкпеге келіп жиналып, осложнение болады. Сол үшін от кашля препараттарды мүлдем қолданбаймыз. Қолданатын жаңағы айтып кеткен 3 жағдайда ғана қолданамыз. Сосын осы от кашля препараттар, сіздер оның составын оқыдыңыздар ма, білмеймін. Составын оқысаңыздар, олар наркотикалық және наркотикалық емес деп бөлінеді. Наркотикалықтың сіздер қолданып жүрсіздер әлі күнге дейін. Наркотикалықтың ішінде кодеин бар составында. Осы кезден бастап балаңызға өзіңізге наркотикалық препараттарды қолданып беріп жүрсіз. Және де наркотикалық емес деп бөлінеді. Ол тек қана центрді емес, и дыхательный центрді келіп сөндіріп тастайды. Сондықтан ондай препараттарды беріп қажет емес, осложнение болады. Келесі айтатынымыз ол қақырықты түсіретін препараттар. Қақырықты түсіретін препараттар дегеніміз, енді біз қақырық бар, оны шығаруымыз қажет. Ол үшін не істейміз? Қақырықты түсіру үшін бізге ең эффективті деп айтатын сироп, ол бізде обильный питье, яғни көп мөлшерде сұйықтық ішу, немесе баланы емізу, және де бөлмені ылғалды болуы. Енді қараңыз, даже шетелдік нелерде, медициналарда от кашля препарат қолданылмайды мүлдем, тек біздің Қазақстанда қолданатын шығар. Және де отхаркивающий препарат тоже қолданылмайды. Олар тек қана осы обильный питье и бөлмені ылғалдандырып отырады. Немесе емізулі баласы болса, оны тек қана емізу арқылы емдейді. Яғни бұл қақырықтың қоюлығын шығарады. Если сұйық қақырық болса, не важно, сізге ешқандай қақырық жібітетін препараттар керек емес. Егер қақырығыңыз қою болған жағдайда, шығара алмай қиналған жағдайда, бала қиналса, сол кезде ғана көп су береміз, Енді қараңыз,
то есть мынандай препараттар беруге болады дейді. Жалпы осы қақырықты түсіретін препараттарды біз екі үлкен топқа бөліп қарастырамыз. Біріншісі, ол біздің нерв талшықтарымызға әсер етеді. Осы нерв талшықтарға әсер ете отырып, ол мына бронхтың бойындағы қақырықтың бәрін жібітіп, сыртқа қарай шығарады. Бұл нервке әсер етеді. Сонымен қатар, екінші әсері бұл қақырықты сұйылтатын әсері. Яғни бұл препараттарға сіздер күнде қолданып жүрген шөпті қақырық түсіретін препараттар. Естеріңізге түсіріңіздер. Гербион, проспан, доктор Мом сияқты препараттарды беріп жүрсіздер. Осы препараттар, олар нерв жүйесіне әсер етіп, осы бронхтарды раздражать етеді. Оларды беріп қажет емес. Келесі, ол тек қана муколитиктер болып саналады. Яғни муколитиктер ол тек қана қақырықты сұйылтады. Сұйылтып, әрі қарай өзіңіз шығарасыз. Яғни бұған біз амбробене, яғни амброксол составына препараттар жатқызамыз. АЦЦ дейміз, ацетилцистеин препараттарын жатқызамыз. Муколитиктер, бромгексин деген сияқты препараттар жатқызамыз. Бұларды көбінесе педиатрлар назначить етеді. Бұлар қақырықты сұйылтады, жақсы ол балаға шығаруға. Бірақ сонда да бұл препараттарға қарағанда сіздің көп мөлшерде сұйықтық ішкеніңіз бөлмені ылғалдандырғаныңызға ештеңе жетпейді. Жаңағы айтқан шөп дәрілер және муколитиктер, бұлардың ешқайсысын еуропалықтарда, басқа елдерде қолданбайды. Біздің ел қолданады. Сондықтан айтып отырғаным, сізде қақырық сұйық болса, желательно ешқандай препарат ішпей қою керек. Ал вот трахеяда, өкпеде, бронхта, если қою қақырық болған жағдайда ғана осы препараттарды қолдануға болады. Енді қараңыз, бірақ қандай препарат болса да по назначению ішеміз, Бірақ желательно, жаңағы айтқаным, дәрісіз емделу, Бірақтан да дәрісіз емделуде врачқа бармай, өкпеңізде осложнение болып кетпесін. Ол үшін врачқа барып, сіз өкпеңізді тыңдатып алуыңыз қажет міндетті түрде. Өйткені фонендоскоп арқылы сіздің өкпеңізде қандай жағдай болып жатқанын врач тыңдап айтып береді. Сізді балаңыз мұрнынан су ағып жүр делік, сопли болып жүр. Бірақ жөтел жоқ. Бірақ түнде келіп ұйықтаттыңыз балаңызды, бір кезде жөтеліп оянды. Кейбір мамашалар бар, ол кезде ойбай жөтеліп жатыр дейді, от кашля препарат береді, немесе вообще түнде мынандай нелерді беруге болмайды, қақырық түсіретін препарат беруге болмайды. Осындай препараттарды келіп береді, одан сайын бала раздражать етіледі бұл дейтін бүкіл жаңа бронхлары, одан сайын жөтеліп түнімен ұйықтамай шығады. Бала түнде тек қана мұрнынан су аққан жағдайда шалқасынан жатып ұйықтаса бала, жөтеліп оянса, ол мына мұрнындағы сопли сұйықтық ол арғарай тамаққа барып қышытуы мүмкін. Осы жағдайда біз мұрнына тек қана тамыр тарылтатын капля тамызамыз. Називин, нафтизин деген каплялар, соны тамызамыз. Сол кезде ғана тамақты қышытпайтын болады. Осындай жағдайлар орын алып жатады. Сондықтан бәрінің алдын алғанымыз дұрыс. Бұл айтып жатқандардың барлығы вирусный ауруларға байланысты. Егер де сізде бактериальный деп жатса, онда бұл дәрілер емес, сізге тек қана антибиотик көмектеседі. Потому что бактерияға біз антибактериальный ем қолданамыз. Вирусқа бактерия көмектеспейді, антибиотик көмектеспейді. Так что осыны шатастырмайық, жақсы ма? Если аллерген тудырған болса, аллергия қарсы препарат. Егер вирус тудырған болса, ешқандай ем қолданбаймыз. Адамның организмі өз-өзімен көмектесу қажет. Противовирусный препараттарды қолданып қажет емес. Өйткені олардың толық дәлелденбеген әлі күнге дейін. Дәлелді медицинадан өтпеген. Келесі, бактерия туындатқан жағдайда, онда антибактериальный препараттарды қолданамыз. Бірақтан да осы біздің ОРЗ деп айтамыз ғой, ауруларының 99%-ын вирус туғызады. Соны ұмытпайық, денсаулығымызды уақытылы қарап жүрейік, жақсы ма? Балдарымызға өзімізге тек уақытында көңіл бөлейік. Міндетті түрде учаскелік дәрігеріңізге барып, өкпеңізді тыңдатуды ұмытпаңыз. Сау болайық, аман болайық.